маған көбіне әйел ханымдар келеді, күйеулеріне көңілі толмай, күйеуім маған көңіл бөлмейді, мүлдем бір-бірімізді түсінбейміз, сөйлеспейміз деп шағым жасап келеді. Осы жерде айтайын дегенім, ерлі-зайыптылар бір-бірімен сөйлеспесе, бір-бірін мүлдем түсінбесе, бір-біріне көңіл бөлмесе, әлбетте қарым-қатынас суиды. Бұл қарым-қатынас барлық отбасыға әсер етеді. Сондықтан ер азаматтар әйелдеріңізбен көбірек көңіл бөліп, бір ауық көңіл сұрап, киноға апарып, онымен жиірек сөйлесіп, көңіл бөліп тұрсаңыздар, әйел адам бақытты болады. Әйел адамның бақытты болуы тікелей күйеуіне байланысты. Күйеуі қалай қарым-қатынас жасайды, әйелі солай үйінде бақытты болып жүреді, өмір сүреді. Сіз әйеліңізге аманат етіп берген жақсы қарым-қатынаспен қарап, сыйласып өмір сүрсеңіз, онда бүкіл отбасы бақытты болады. Мұсылманның ең жақсысы әйелмен жақсы мәміледе болғаны деп айтқандай, әйеліңізбен жақсы мәміледе болсаңыз, сізде барлығы жақсы болады.